Келесі 627 есептің бөлшектің алымын бірінші амал деп шығарам. 8-ден 3 қосылған 12-ден 1 қосылған 6-дан 1. Ортақ бөлім 24 санынан болады. 4-тен береміз, 2-ден береміз, 3-тен береміз. Бөлшектің бөлімінде 24, ал алымда 9 қосылған 2 қосылған 4 болады. Сонда 24-тен қосатын болсақ 15-ке тең болады. Бұл бөлшектің алымы. Енді бөлімін орындайық. 12-ден 1 қосылған 8-ден 1 қосылған 6-дан 5. Ортақ бөлім 12 санынан болады, 4 болады, 2 болады. Бөлшектің бөлімінде 12, 1 қосылған 4 қосылған 10. Алымы 12-ден 15-ке тең болады. Енді үшінші амалы, бөлеміз деп бөлшектің алымында тұрған санды бөлшектің бөлімінде тұрған санға бөлеміз. 12-ден 15 тең 24-тен 15 санын жаз қоям. Көбейту деймізде 12-ні алымына шығамыз, 15-ті бөлшектің бөліміне шығарамыз. Қысқарып кетеді. 12 санын қысқартсаң 2 болады, сонда 2-ден 1-ге тең болады. Сонда жауабы 2-ден 1-ге тең екен. Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін шығарайық. Екіншісінің бірінші амалы. Бөлшектің алымын орындаймыз. Бізде бірінші есеп еді. Алымын орындаймыз. 3-тен 2 азайтылған 6-дан 1 азайтылған 9-дан 4. Ортақ бөлім береміз. 18 санынан 2 болады, 3 болады, 6 болады. Бөлшектің бөлімінде 18 болады. Алымда 12 азайтылған 3 азайтылған 8. Сонда 18-ден бізде 9 1-ге тең болады. 18-ден 1-ге тең екен. Енді екінші амалы бөлшектің бөлімін орындаймыз. 9-дан 7 азайтылған 12-ден 5 азайтылған 18-ден 5. Тен ортақ бөлім бізде 36 санынан болады. 2 болады, 3 болады, 4 болады. Енді бөлшектің бөлімі 36-ға тең 28 азайтылған 15 азайтылған 10. Бөлшектің бөлімі сонда 36, алымын азайтатын болсақ 3-ке тең болады. Енді үшінші амалы бөліп жіберейік. 18-ден 1 бөлінген 36-дан 3 тең. 18-ден 1 санын өзін жазамыз. Көбейту деймізді. 36-ны алымына шығарамыз, 3-ті бөліміне түсіреміз. Бөлетін болсақ 2-ке тең болады. Сонда жауабы 3-тен 2-ке тең болады. Келесі үшінші есептің бірінші амалын орындаймыз. Бөлшектің алымын орындаймыз. Ол бізде көбейтумен берілген екен, оқушылар. Аралас санды бірден бұрыс бөлшекке айналдырып жазып жатырмын. 4 болады, 8, 9 көбейтілген 3 бөлшектің бөлімінде көбейтетін болсақ 4-ке тең болады екен алымы. Көбейту 9-дан 8. Бөлшектің бөлімінде бізде 5 алымы 5, 6 болады. Көбейтілген 9, 4 көбейтілген бөлшектің бөлімі 2-ке тең 4, 5 болады екен. Тең, енді қысқартып көрейік осы жерде. 4 пен 4 қысқарып кетеді, 9 пен 9 қысқарып кетеді. Сонда бөлшектің алымында 3-тен 8 ғана қалады. Бөлшектің бөліміне қарайық. 5 пен 5-ті қысқартып жібердім. 9 пен 6 санын 3 санына қысқартатын болсақ 2 болады, 3 болады. Енді 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда қалды бізде 3-тен 4 тең. Енді 3-тен 8 санын бөлеміз 3-тен 4 санына.
тен 3-тен 8 алымына 3 шығады, бөлшектің бөліміне 4 түседі. Қысқарып кетеді, 4-ке қысқартатын болсақ 2 болады. Сонда жауабы 2-ке тең. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 628 есептің біріншісін шығарайық. 7b бөлшектің бөлімінде алымда 6a-ның квадраты бөлінген 21b-ның квадраты алымда 3a тең 7b-ның өзін жазып қоям, алымда 6a-ның квадраты көбейтілген 3a алымда 21b-ның квадраты болады. Тең қысқартайық, 7b мен квадрат кетеді де 3-ке тең болады. Так, 3a-ның өзі кетеді де, квадрат кетеді де 2 қалады екен. Сонда бөлшектің бөлімінде 1-ге тең болады, алымы 6ab қалды. Тең сонда 6ab-ға. Келесі екіншісін шығарайық. Бөлшектің бөлімінде 5d алымында 8с-ның 3-ші дәрежесі бөлінген 15d-ның квадраты алымда 2с-ның 2-ші дәрежесі тең 5d 8с-ның 3-ші дәрежесі алымда 15d-ның квадраты 2с-ның 2-ші дәрежесі. Қысқартайық, d мен квадрат кетеді. 15 пен 5 қысқартатын болсақ 3-ке тең болады. Так, с-ның квадраты мен 3-ші дәрежесі кетіп қалады да, 4 пен 2-ні қысқартатын болсақ 8 пен 4 қалады. Сонда бөлшектің бөлімінде ештеңе қалмады. 1 деп жазып қояйық. Алымында 12с-д қалады. Сонда жауабы 12с-д болады екен. Келесі үшіншісі 16x-дің 2-ші дәрежесі бөлшектің бөлімінде 5y көбейтілген екен. 5-дің квадраты дейді. Көбейтілген y, 2-ның 3-ші дәрежесі көбейтілген x тең. Так, 2-ның 1-ден бірінші дәрежелерге көтеріп жазылайықшы. 16x-дің 2-ші дәрежесі бөлшектің бөлімінде 5y деймізде. Так, 2-ның 3-ші дәрежесі 8-ге тең. 8x, так, 25y деп жазайық. Тең, енді қысқартайық. Қысқартсақ 5-ке тең болады, y пен y жойып кетеді. x пен квадрат жойып кетеді де, қысқартып жіберетін болсақ 2-ке тең болады. Сонда алымда 10x қалады, бөлшектің бөлімінде 1-ге тең болады. Сонда жауабы 10x болады екен. Келесі 629 есептің біріншісін шығарамыз. Бөлшектің бөлімінде x-тен 1. Азайтылған аралассам бұрыс бөлшекке айналдырып жазамыз. 4 25x болады. Алымында 1 тең 25-тен 3. Бөлшектің бөлімде тұрған сан алымына шығып кетеді бізде. Сонда x-тен 1 азайтылған 4 бөлшектің бөлімінде 25. x-тен 25-тен 3 болады. Ортақ бөлім береміз 25 санынан. Онда бөлшектің бөлімінде 25x, 25 азайтылған 4 21 болады. Тең 25-тен 3. Енді пропорция құрып жіберейік осы жерде. 25x-ті көбейтеміз 3-ке, тең 21-ді көбейтеміз 25-ке. Сонда 25x тең көбейтіндісі 21 мен 25-дің көбейтіндісі бізде 625-ке тең. Енді 25x тең 625 бөлінген 3 бөлу 3, ол бізде 175-ке тең екен. Біз x-тен 175. Сонда x-тен 175-ті
25-ке бөлсек, жауабы тең болады 7-ге. Онда x-тің жауабы 7-ге тең болады екен. Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін орындайық. 2 бөлінген x қосылған 1 бөлшектің бөлімі араласқан бұрыс бөлшекке айналдырып жазам бірден. 2 так 8 9 x тең 9-дан 4. Так, бөлшектің бөлімінде x санын өзін жазамыз. 2 қосылған 2 алдына шығады 9x тең 9-дан 4. Ортақ бөлімін береміз 9x-тан 9 болады. Бөлшектің бөлімінде 9x алымында так 18 қосылған 2 бізде 20-ға тең болады. Тең 9-дан 4. Пропорция құрамыз 9x көбейтілген 4, 20 көбейтілген 9. Сонда 9x көбейтілген 4-іміз 180-ге тең екен. 9x тең 180 бөлінген 4 болады. Сонда ол дегенім 45-ке тең ба? 9x тең 45-ке. Онда x тең болады. 45-ті бөлеміз 9-ға. Сонда жауабы тең болады 5-ке. Келесі сыйдырамыз ба? Жарайды. Үшіншісі. X-тан 6 қосылған бөлшектің алымында 1 араласқанды бұрыс бөлшекке айналдырып жазылайын. 2 3 болады. X тең 3-тен 2. Енді 6 бөлінген x-тің өзін жазып қоям. Қосылған 2 саны алымына шығады 3x болады. Тең 3-тен 2. Ортақ бөлім береміз. 3x-тен 3-тен берем. Бөлшектің бөлімінде 3x алымда көбейтсек 18 қосылған 2 20 болады. Тең 3-тен 2. Пропорция құрамыз 3x көбейтілген 2 тең 20 көбейтілген 3. Сонда 3x көбейтілген 2 тең болады бізде 60-қа. 3x тең 60 бөлінген 2. Сонда 3x тең болады 30-ға. X тең сонда 30-ды 3-ке бөлетін болсақ 10-ға тең болады. Сонда жауабы 10-ға тең екен.